Шектеу біздің миымызда. Бір адам Үндістанға саяхаттап барады. Ол жерде халықтың тұрмыс тіршілігін күзетіп жүріп, бір таңғаларлық нәрсеге тап болады. Ол жерде алып пілдер ормандарда ауыр жұмыстарды жасайтын еді. Орманда ағаштарды тұп-тамырымен қопарып, сол ағаштарды бір жерден екінші жерге таситын еді. Уақыт түске таяғанда пілдің иесі тамақтандыру, демалдыру мақсатымен сол алып пілді кішкентай бір қазыққа арқан менен байлап қоя салды. Ал алып пілдің хәлі өте ашынарлы еді. Ағаштарды тұп-тамырымен қопарып жүрген алып піл сол бір кішкентай арқанға байлағанда, арқанды үзе алмайтындай, өзін сондай әлсіз, бейшара хәлге түседі. Пілдің бұл бейшара, әлсіз жағдайын көрген саяхатшы бір күлкісі келсе, бір пілдің бұл жағдайына ашынады. Саяхатшы пілдің иесінен сұрайды. Бұл алып піл арқанды үзе алады ғой. Бұл қазықты тарту пілге еш қиын емес қой. Ол қазір ғана үлкен ағаштарды тамырымен қопармады ма? Осы бір кішкентай қазық пілді ұстап тұрады деп ойлайсыз ба деп сұрақтарын жаудырады саяхатшы. Пілдің иесі жауап береді. Жоқ, піл бұл арқанды үзе алмайды деп күледі. Бұл арнайы үзілмейтін арқан ба, тағы қызығып сұрады саяхатшы. Сырмен бөліссеңіз деді. Иә, бұл арнайы арқан. Пілдерді кішкентай уақытында жай арқанға байлаймыз. Піл арқанды тартып үзіп кетпекші болады. Бірақ піл әлі кішкентай болған үшін арқанды үзе алмайды. Қазық бала піл үшін суырып кете алмайтын дәрежеде мықты болып, оны суырып кете алмайды. Ол әбден әрекет етеді, қазықты су алмайды. Қайта-қайта әрекет етеді. Ақырында көнеді. Суыра алмайтынына сенеді. Енді арқанды үзуге немесе қазықты суыруға әрекет жасамай қояды. Піл үлкейсе де сол арқанды ауыстырмаймыз. Піл ол арқанды үзе алмайтынын жақсы біледі. Себебі кішкентай кезде үзе алмайтынына көзі жеткен. Мен үзе алмаймын. Ешқашан үзе алмаймын деп сенген. Әрекетте жасамайды. Өйткені кішкентай кезде әбден әрекет жасап көрген. Бірақ үзе алмаған. Ал егер әрекет жасаса да үзе алмайды. Өйткені мида сондай программа бар. Бұл гипноз сияқты. Бір болған жайтты айтып берейін. Гипноз жасаушы спортпен әбден шұғылданған, күшті адамдың санасын ұйықтатып қояды да, жай қаламды стол үстіне қояды. Сол адамға қаламда бір камаздың күші бар, сен оны қозғалта алмайсың деп сендіреді. Ол адам спортпен қанша шұғылданған күшті болғанымен қаламды столдан еш қозғалта алмайды. Әрекет жасайды, қозғалта алмайды. Пілде сондай алып піл болғанымен қаншама ағаштарды тамырымен қопарса да, бұл қазықты суыра алмайды. Иллюзияда біз адамдарда сондаймыз. Күлкілі көрінсе де, солай өзімізді өзіміз гипноздап, иллюзияда жүреміз. Ақиқатында адамдарда сондай миына шектеулер қойып қояды. Теріс шешімдер қабылдап алады. Балалығында бірер нәрсеге сеніп қалады. Сіздерге айтатын бір факт, бұл біздің сенім-нанымдарымыз, ойларымыз ұрық тәрізді. Біз оларды балалық шақта егеміз. Және күтіп баптаймыз. Уақыт өткен соң сол ұрықтар ағашқа айналады. Және өз жемісін бере бастайды. Тұпсанада уақыт жоқ. Қазір болып жатыр деп ойлайды. Тұпсанаден ол жас бала. Шектеулерден құтылу үшін балалық шаққа барамыз. Жағдайымызды, хәлімізді өзгертеміз. Ойымызды, пікірлеріміз бен шешімдерімізді өзгертеміз. Тыныштықта, жалғыз отырған жағдайда, көзімізді жұму арқылы балалыққа барамыз. Біз жетістікті не байлықты қаласақ, оған жету үшін тұпсанамызбен жұмыс жасаймыз. Біздің ми реалдықпен елестетуді қатты ажырата алмайды. Біз қызығып қарайтын адамдардан еш айырмашылығымыз жоқ. Сізде бай бола аласыз. Сізде қалаған арманыңызға жете аласыз. Миыңыздағы сіздің армандарыңызды шектейтін барлық шектеулерден өзіңіз азат болыңыз. Ең кемі орташа болуды армандамаңыз, ең жақсысына ұмтылыңыз. Біздің миымызда өткен шақта не жазылған болса, біз соны сезінеміз. Соны естиміз, ойлаймыз, соған сенеміз. Сонда күйде боламыз. Мына суреттегі алып піл қаншама үлкен ағаштарды тамырмен қопарып, не үшін кішкентай ғана қазықты суыра алмаған. Кішкентай кезінде ол сенді суыра алмайтынын. Көнді соған. Бірақ ол үлкейсе бұл қазықты оңай суыра алатынын білмеген.
Түсінесіз бе, үлкейген кезде қазықты суыру оған қиын болмайтынын білмеген. Адамзатты ұмытшақ деген. Қиссаларда айтылады, Адам алайхиссалам Дауд алайхиссаламға өзінің 40 жылын берген. Өлім періштесі Адам алайхиссаламның жанын ауға келгенде, менің әлі 40 жыл өмірім бар деген екен. Сол кезде періште Адам алайхиссаламның өзі Дауд алайхиссаламға өмірінің 40 жылын бергенін айтқанында, Адам атамыз қашан деген екен. Сол кезде Адам алайхиссаламды инсан деп атаған екен. Адам бірінші рет инсан сөзін сол кезде алған екен. Инсан деген сөздің мағынасы ұмытшақ деген мағынаны білдіреді. Ұмытып кету атамыз Адам алайхиссаламнан қалған екен. Біз көп нәрселерді ұмытып кете береді екенбіз. Бірақ біздің тұпсана оны сақтап қояды екен. Тұпсананы барлық уақиғалардың архиви десек те болады. Біз есімізден шығып кеткен уақиғалар бәрі сақталып тұрады. Уақытына дейін. Мен бір оқиғаны айтып берейін. Бұл менің ұмытып кеткен миымдағы шектеуім болады. Ақшаны табу жолдарын көріп тұрамын, бірақ еш келмейді маған. Сатқан товарларымның ақшасы келмейді. Соны мен тафаккур қылып көрдім. Мен не үшін ақшаны алмай тұрмын деп өзіме сұрақ қойдым. Бала кезім есіме түсті, анам келген қонақтарға мақтанадымен айтып. Біз үйде әр жерге ақша қойып қоямыз, бірақ біздің балалар ақшаға тимейді дейді. Оған мен мәз болады екенмін, мені жақсы бала деп мақтап жатыр деп. Мен үлкейдім, ақшам келмейді, қарыз ақшаларым маған келмейді. Сөйтсем тұпсанамдағы кішкентай өзім, ақшаға тимеймін, ұстамаймын да, өйткені мен жақсы баламын деп сенеді екен. Сол тимеген күйі үлкейіппін. Көрдіңіз ба, енді тұпсанаға сүгіп сенімдерімді ауыстыру керек. Ой пікірлерімді ауыстырып, өзіммен жұмыс жасауым керек. Дәл мына пілдің мысалындай. Біздің ми өткен шақта біз нені дұрыс деп шешім қабылдаған болсақ, соған қарай программа болып жұмыс жасайды екен. Құдды бір биокомпьютер десек болады. Тұпсанаға сүңгудің де жолдары бар. Сана мен тұпсананың арасында қалың фильтр болады. Бұл фильтр қанша мен баймын, менің ақшам көп деп жазып сызып тырыссаңыз да, оңайлықша өткізе қоймайды. Анау тұпсанаға сүгіп барып сенімдеріңізді, хәліңізді өзгертесіз. Бұл фильтр қашан күшсіз болады? Ұйқыдан алдын күшсіз болады. Түннің 1/3 бөлігінде күшсіз болады. Яғни тахаджуд кезінде. Біз ұйқымызды әрең ашатын кез бар ғой, сол кезде фильтр күшсіз болады. Сол кезде көзіңізді ашалмайтын уақытта сенімдеріңізбен жұмыс жасасаңыз, нәтижелі болады. Тағы фильтрді арнайы күшсіздендіре аламыз. Санамызды мүдіретіп қойып тұпсанаға сүңгісек болады. Бұл тыныштықта жасалынады. Ұйқы алдындағы хәліміз бар ғой, сол хәлге түсу керек.